Құрметті мектеп қауымдастық мүшелері, баршаңызды алтын мектебіміздің 9 жылдық туған күнімен құттықтаймын. Мектебіміз осы жылдар аралығында өзінің білім беру жүйесінде жоғарғы стандарттарға сәйкес келетіндігін дәлелдеді. Оның айғағы халықаралық мектептер кеңесінің мүшесі атануы. Жалпы мектебіміздің бүгінгі таңда 700-ден астам мектеп түлегі еліміздің, шетелдің үздік жоғарғы оқу орындарында білім алуда. Бірқатарлары еңбек нарығында, еліміздің экономикасын, әлеуметтік саласын дамытуға өз үлестерін қосуда. Осы мектептің қалыптасу жылдарындағы ұжым мүшелерінің қай-қайсының еңбегі орасан зор. Бірінші кезекте бұл педагогикалық ұжымның, бұл ата-аналардың, бұл оқушылар қауымдастығының осы мектебіміздің дамуына деген бар күштерін, еңбектерін нәтижесі деп білеміз. Сондықтан да баршаңызға осы туған күні мектебіміздің тек алдымызға қойған үлкен мақсаттардың орындалар жылы болсын деген тілекті білдіргім келеді. Алда 10 жылдық мерейтой күткелі тұр. Сондықтан да биылғы жыл үлкен жемістің жылы деп мен көргім келеді. Жалпы өз басым, осы мектепті жақсы бітірген әр оқушыда әлемнің үздік университеттеріне түсу мүмкіндігі болады деп санаймын. Өзім де болашақта Оксфорд университеттеріне тапсырып, бағымды сынағым келеді. Мектептің маған дизайны және атмосферасы өте үлкен көңіл күй сыйлайды. Мұндағы мұғалімдер де, оқушылар да мейірімді. The students are very highly motivated students. They are very good students with high respect to their teachers and also to their peers. I also love my colleagues. They're also very good collaborators of learning. And of course, the school environment. The school provides us with high-tech school materials, and laboratory is also well equipped with latest technology in the lab. We also have different kinds of opportunity to showcase the talents of the students. They have the experiments, they have project work. So all in all, I have a very positive view and positive feelings about the school and overall in Oral. Зияткерлік мектепке дейін академияда 8 жыл ұстаз болдым, оқытушы болдым. Сондықтан мектепте қызмет көрсету мен үшін аса бір қиындық туғызбас деген сенім болған өзімде. Алайда шынын айту керек, зияткерлік мектепке келгеннен кейін өзімнің еңбек жолымды, ұстаздық еңбек жолымды қайтадан, жаңадан бастағандай болдым. Себебі бәрі жаңа, бәрі қызық. Осы мектепке келгелі қанша өзгердік. Өзімізге рухани азық алдық, шетел асып, әлемдік педагогикалық қауымдастықтың дәнін тердік. Бір-бірімізді оқыттық, әлі де үйреніп келеміз. Ең бастысы алдымызға келген шәкірттеріміздің бойына ең басты құндылықтарды сіңіріп, олардың өмір бойы оқуға деген махаббатын шыңдауымыз керек. Как выпускница 22 года, я хочу сказать, что школа предоставила мне множество возможностей, начиная с учебно-тренировочных сборов, которые проходили в различных городах, с помощью которых я познакомилась с очень интересными людьми, заканчивая такими курсами, как Яндекс-лицей, после которых я смогла определить свою будущую специальность, связанную с компьютерными науками. Наверняка мои многие сверстники согласятся, что, получив такой опыт, мы стали намного ответственнее и дисциплинированнее, но также мы смогли получить возможность развиваться в различных сферах. Біздің отбасымызды Оралдағы Назарбаев зияткерлік мектебімен көп нәрсе байланыстырады. Осы мектепте біздің ұл-қызымыз осында оқып білім алып жатыр. Екі ұлымыз Назарбаев зияткерлік мектебін алтын белгімен аяқтап, үлкені таңда жұмыс жасап жатыр өзінің алған мамандығымен. Екінші ұлымыз оқуды Назарбаев университетінде жалғастыруда. Қызымыз 11-ші сыныпта оқып жатыр осы мектепте. Біздің ойымызша өте жақсы, сапалы білім береді балдарға, тәрбие береді. Алдағы уақытта Назарбаев зияткерлік мектепке сәттілік тілейміз. Балдардың
білім дәрежелері ары қарай да дамып көтеріле берсін дейміз. В 2017 году я побывал в Астане и увидел Назарбаев университет. Мне он очень понравился, и я решил усердно готовиться, чтобы поступить в Назарбаевскую школу. Уже в 2019 году я побывал в день открытых дверей в Назарбаев интеллектуальной школе. Мне там очень понравилось, и я решил для себя то, что смогу поступить. Я усердно готовился и смог пройти экзамен в нашу школу. Из предметов, которые мне очень сильно нравятся, это физика и биология, потому что это новые для меня и интересные предметы. Менің алдыма би өнерін үйренем деп келген шәкірттеріме бидің техникасынан басқа не үйрете аламын деген ой келеді. Бұл жауапты мен оқушыларынан табамын. Ішкі мәдениетті қалыптастыру, сұлулықты сезіндіре білу, ол менің басты миссиям деп есептеймін. Мектеп ашылғалы осы жерде жұмыс жасап келемін. Ең алғашқы шәкірттерім қазір талай түрлі салада жұмыс жасауда. Олармен бірге талай сахналарда өнер көрсеттік, шетел асып қазақ биін таныттық. Мен ұстаз ретінде өстім, ал оқушыларым бой жетіп, ер жетті. Осындай елгезек ұл-қыздарды тоғыстырып, табыстырған мектебіме мың алғыс. Қазақстан Британдық техникалық университетінің ақпараттық технологиялар факультетінде бакалавриат, магистратура бағдарламаларын бітіріп, қазіргі таңда докторантурада оқып жатырмын. Соған қоса Алматы қаласының Қарасай машина өндіру зауытында робототехника инженері мамандығы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Бұл зауытта халықаралық стандарттарға сәйкес сапасы жоғары металл өнімдері шығарылады. Мектеп маған сарқылмас білім мен тәрбие берді. Мектеп қабырғаларында ұстаздардан алған білімді жоғары оқу орнында дамытып, қазір өзім сүйікті ісімен айналысудамын. Мектебіме рахмет, мектебіме белес-белес биіктіктер және жеңістер тілеймін. Келе жатқан 9 жылдығымен Назарбаев зияткерлік мектебін.